Адамның адамдығы қайғын емес қуанышты сәттерді бөлісе білгенде көрінетін сияқты. Ес білгелі қуанғанымда қасымнан табылып, менен артық шат-шадман болғаныңызды білемін. Кейде қабағыңызға қар жауып тұрса да, мен жақсы болсын деген оймен ғана ұрсатыныңызды да сеземін. Алла сізге таудай талаппен бармақтай бақты қатар берсе екен деп тілеймін. Есіктің алдында жайғалып тұрған емен ағашы, жуан жапырағы қалың болса да, қатты жел кезінде тамырымен бірге қопарылып құлап қалады. Ал қайың ағашы керісінше нәзік болса да, сәл майысып жел басылған соң бойын қайта тіктеп алады. Сіз де мен үшін күнделікті тұрмыста да, қызметте де, басыңызға қандай қиын іс түссе де жасымайтын, бағы жанса тасымайтын аяулы әпке, айнымас адал доссыз. Тіршіліктің қандай ауыртпалықтарын көрсеңіз де, еш уақытта мойымаңыз. Осы қасиетіңізбен мен үшін үлгі екеніңізді ұмытпаңыз. Сізді қатты жақсы көремін. Туған күніңізбен. Екеумізде ата-ананың баласы, үміт артқан тілегімен панасы. Бауырларымыз, қанымыз бір, жанымыз, айыруға ешкімнің жоқ таласы. Мейрамыңмен әпкешім, құттықтаймын, сен дегенде тілегім тұрар дайын. Ең бір тәтті күндердің қызығын көр, шаттығыңа мақтанайын мен әрдайым. Құтты болсын әпкетай, туған күнің, бір жасыңды мақтана жуған күнің, бақыттың базарында шат күн кешіп, әр қашанда үзілмесін думан дүнің. Тілеймін жар көңілдің адалдығын, балалардың бақытын, амандығын, апатай жанұяңмен бақытты бол, ыстық сәлем жолдаймын саған бүгін.